Күллі халқына мына бұзық мәшһүр, бұл елде тұрғанда біз енді ешқандай өлім жітімге бармаймыз. Құран шықпаймыз, намаз шықпаймыз. Итке де есекке сайтанға теңейді. Мұндай қорлық естігіміз келмейді. Бұдан былай сол мәшһүр осы елдің дұғасын, жаназасына, Құранына ие болсын дейді. Халық шу етеді. Қалай ол ие болады? Бүкіл елдің өліміне, дұғасына өзі анық бір жұма үйде де болмайды. Айлап жылдап кетіп қалады. Сонан жастары қызып, біз оның өзін қуайық деп, малын ұрлап, қымызын ішіп, есірген есерлері жанын қауіпке төндіреді. Бүкіл елі туған туыстары безіп, бәрі қарсы болып өштеседі. Тілеуімбет, Наурыз, Ақыл, 84-еуі бір атаның баласы. Тілеуімбеттен жалғыз мәшһүр Жүсіп аға баласы. Бұған 3 ағасының балалары, қажы хазірет молдалары, азаматтары түгел өштесіп, ақыры туған елінен қуады. Жоғалған малын сұраған үшін мәшһүрдің баласы Шарапиді де соққыға жығады. Сонан бір түнде киіз үйінде қалдырып, жалғыз сиырларын ат арбасының жетегіне байлап, бір түнде Айдабол еліне келеді. Бұл ел әулие келді елімізге, қасиет құт береке болды деп, Айдос деген жерге қоныстандырып, басына үй, алдына мал салып, тік көтеріп құрметтейді. Өзі осы елде бала оқытады. Ораза айында шәкірттерін Құран шығартып, барлық шаңыраққа тегін Құран хатын бағыштатады. Ол кезде ол елде молда да жоқтың қасы болған. Осындай жастарын мұсылмандыққа тәрбиелеген үшін халқы ерекше риза болып құрметтеген Мәшекең де сондай өз елінен артық көріп, риза болып айтқаны: өнер жидым, өрен бейдің, аруағы қолдасын төлеп айдың. Ойға бардым, қырға бардым, Айдаболдан артық аруақты таба алмадым. Ақыры осы елден де, жалпы елден безіп жапанда жаңғыз үй жапа шегіп 15 жыл болады. Шарапи мен Зейнеп үшеуі Ескелдіге қыстап, 1931 жылы сол жерде дүниеден өтеді. Елден безу себебі 1916 жылы жаңа үкімет келеді. Исламсыз құдайшылдар қоғамын, бұл қоғамды құртып, социализм құдайсыздар қоғамы құрылады. Құдай деген сотталады. Мәшекеңнің бәйбішесі 1915 жылы қайтыс болып, мұғалім Фазыл баласының қолына келеді. Келер жылы бәйбішесіне жылын беріп, дұға оқыталмайтын болады. Бір Мәшекең емес, барлық халықтың жағдайы осылай болады. Бүкіл елдерінен безіп, кәпір қауымының ыңғайына кетеді. Мәшекең кіші баласы Фазылда 1 жыл қыстағаннан кейін үлкен баласы Шарапиді шақыртып алады. Шарапи келгенде Мәшекең Құранын ала сала Шарапиге: ал кеттік, бейнетімді ала туған, өз маңдайыңнан көр. Ол елде аң болды. Біз де аң болып қасқырлардың еліне барып, солармен елдесейік. Құрман доңғалаққа тарт дейді. Сонан жүріп береді. Шарапи: әке, онда ел жоқ қой дейді. Мәшекең: онда бұзылмаған бір үй бар, сонда кіреміз дейді. Сол жылы Құрман доңғалақта жалғыз үй қыстайды. Ол өмірінің соңғы 15 жыл ішінде 5 қыстақта, атап айтқанда Құрман доңғалақта, Ақшиде, Бөлдейде, Босталда, Ескелдіде қыстаған. Осы жонның ұялы қасқырлары бір лағына да тимеген. Жылқысы, сиыры, қойы да бағусыз жүрсе де, сол қасқырдың өздері бағып берген. Қасқыр көршілермен сондай тату тұрған. Елдің қораларына түсіп, қойларын қырып кетсе де, ат, айғыр, сиырларын жесе де, мұғжиза керемет иесі екендігін, жын перілердің оқуын бітіріп, әмір шывысы болғанын осыдан ақ білуге болады мәшһүр атамыздың.